Сәлем арна көрермендері, қазақша тілді арнаның дамуына үлес қосып тіркеле етіңіздер. Ақтөбе облысының Шалқар ауданында 6 қазанға қараған түні қанды оқиға болды. Ауыл мектебінің директоры өз үйінде әйелі мен қызына бірнеше жерден пышақ салған деп хабарлайды Caspion-Today.kz сайты Астана телеарнасына сілтеме жасап. Телеарна мәліметінше, жүкті әйелі мен 8 жасар қызы пышақ жарақатынан зардап шеккен. Қанды оқиғаға не себеп болғаны белгісіз. Полиция ер адамды дереу қамауға алып, тергеу жұмыстарын бастады. Шалқар облыстық полиция департаменті қылмыстық кодексінің 99 бабы адам өлтіруге оқталу бойынша қылмыстық іс қозғады. 37 жастағы күдікті ұсталып, уақытша ұстау изоляторына қамалды. Құқық қорғау шаралары аясында өзге мәліметтер жария етілмейді, деді Ақтөбе облысы бойынша баспасөз қызметінің жетекшісі Ерболат Сарқұлов. Облыстық білім басқармасы ер адам мектеп директоры болып жарты жыл жұмыс істегенін, бұған дейін аудандық білім бөлімінде қызмет атқарғанын айтты. Ол оқиғадан кейін бірден жұмыстан шығарылған. Ол қарапайым отағасы, жақсы жұмысы ретінде көрінетін. Сәуір айына дейін аудандық білім бөлімінде әдіскер қызметін атқарды. Сәуір айынан бастап мектеп директоры болып тағайындалды. 6 қазан жұмыстан босатылды, деді Ақтөбе облысы білім бөлім басқармасы.